Сәлем достар, осындай астана салатын дайындағыларыңыз келсе, әдемі, дәмді, оңай видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ол үшін бізге пекин капустасы, тауық еті, жұмыртқа және қызыл жуа және сыр керек. Сосын көріп отырғандарыңыздай майонезге дәмдеуіштерді татымына қарай салып араластырып қойғанбыз. Сарымсақ бар майонездің құрамында. Осылай бірінші пекин капустасынан бастап араластырамыз. Себебі пекин капустасын көріп тұрғандарыңыздай өте жалпақ не болғасын бірінші араластырып алған жөн. Сосын қалған айтылған ингредиенттердің барлығын ұзынша етіп тураймыз. Сосын барлығын рет-ретімен салып араластырамыз. Бар болғаны 4 нәрсе қажет. Осылай салатымыз дайын болады. Дайындап көріңіздер. Ас болсын, өте дәмді, ерекше, дайындалу жолы өте оңай. Көріп отырғандарыңыздай барлық 4 нәрсені салып, араластырып, жақсылап араластырып аламыз да. Болғаннан кейін бетін жаңағы дайындап қойған күштен өткізілген сырмен әрлейтін боламыз. Осылай бір ыдысқа салып алып, осылай сырды бетіне әрлесеңіздер, өте дәмді болады. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес берем. Түскі асқа дайындасаңыздар болады. Каналға жазылуға ұмытпаңыздар. Өз ой-пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Достарыңызды шақырыңыздар, каналыма қолдау білдіріңіздер.